Free Fire не үшін қызықсыз болып кетті? Неге ойыншылардың желаниясы қашып ойыннан кетіп жатыр? Бұл туралы айтпасымнан бұрын сен лайк басып маған жазылшы. Әрбір лайк және жазылушылар мен үшін өте маңызды. Кейбіреулердің ойынға желаниясы бұрынғыдай емес. Мен өз ойым бойынша бірнеше себептерін келтірейін. Бірінші кезекте біз есейеміз. Бұл дегені жиі ойын ойнауға ынтамыз болмайды. Тіпті уақытымыз жетпей қалуы мүмкін. Free Fire'дың шыққанына 7 жыл болды. 7 жыл бұрын бастағандар қазір уже үлкен адамдар. Енді оларға бала кезіндегідей ойын қызықты бола бермейді. Кім нешінші жылы ойынды бастады, комментке жазып қалдырыңдар. Екінші басты себеп адам қайталанған нәрседен жалығады. Былайша айтқанда надоел болады. Мысалы, саған бір өлең қатты ұнап қалды. Тыңдаған сайын тыңдағың келеді. 20-30 рет тыңдайсың. Сосын қайтадан артық тыңдағың келмей қалады. Бұл қалыпты жағдай, адам психологиясы сондай. Сол сияқты Free Fire'ды қанша жылдан бері ойнап келе жатырмыз. Біз жалыққан болуымыз мүмкін. Үшінші себеп ойнайтын адамдар немесе достарымыз жоқ болуы. Сол үшін де Free Fire қызықсыз болады. Жалпы мен де сондай, жалғыз ойнасам онша қызық емес. Төртінші себеп сол бәрімізге белгілі ойында микротранзакциялар көбейіп кетуі. Яғни ойында алмазға алуға болатын көп нәрселер жиі шығатын болып кетті. Тіпті олд скиндарды. Ал ойынға донат салмай ойнау қиынырақ. Өйткені скиндар қаруға қосымша күш береді. Бесінші себеп Free Fire ауыр ойынға айналып бара жатыр. Яғни бұрын Free Fire'ды слави телефондармен де ойнауға болатын болса, ал қазір мықты телефондарда да ойын кейде қатады. Адамдардың ойынға желаниясы қашуының басты себептері менің ойымша осылар. Ал сенің ойын қандай? Комментке жазып қалдыр. Сосын сен де олд Free Fire'ды сағынған болсаң, маған тіркеліп видеоға лайк бас. Көрейік қанша адам екенбіз.